Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қашықтықтан қ дыбысымен әрпін өтеміз. Қазақ алфавитінде қ дыбысы көк түспен белгіленген. Көк түспен белгіленудегі себебі қ дыбысы дауыссыз дыбыс. Қ дыбысы сонымен бірге тек қазақ алфавитіне ғана тән әріп. Кәне балалар, әліппе кітабын ашып, әліппедегі қ дыбысына назар аударайық. Мұнда қ дыбысының астында қандай жеміс тұр екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұнда қарақат тұр екен. Қарақат деген сөз дауыссыз қ дыбысынан басталады. Сонымен бірге мұнда ненің суреті тұр балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұнда қаланың суреті тұр. Қала деген сөзде дауыссыз қ дыбысынан басталады екен. Кәне, қала сөзін буынға бөліп айтайықшы. Қа-ла. Неше буын екен? Жарайсыңдар балалар. Қала сөзі 2 буыннан құралған. Қарақат сөзін буынға бөліп айтайықшы балалар. Жарайсыңдар. Қарақат сөзі 3 буыннан құралған. Қа-ра-қат. Балалар, әліппедегі қ дыбысына назар аударайық. Мұнда көк түспен белгіленген қ дыбысы кітапта жазылады, яғни баспа әріпі, ал кітаптың соңындағы қ дыбысы дәптердің бетінде бейнеленген бұл жазбаша қ әріпі екен. Балалар, біз күннен күнге сөздерді көп оқи бастадық. Сонымен қатар сөйлемдерді оқуға көштік. Мұнда бірнеше сөздер берілген. Қарға, қайла, қалпақ, қайрақ, қурай, қуат, торпақ, тайлақ. Міне, осы қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп бірнеше рет оқисыздар. Сонымен бірге мұнда 2 аттың суреті берілген. Бұл жерде диалог арқылы сөйлем жазылған, яғни бұл сөйлем сұраулы сөйлем. Қай ат қара? Анау ат қара. Және балалар, бүгін біз сіздермен антоним сөздерді танысатын боламыз. Ақ, қара. Мұндағы сөйлемге назар аударайық. Қар, ақ, қант, ақ, қарға, қара, тақта, қара. Бұл сөйлемдерде қ әріптері бар. Балалар, мына қарлығаштарға назар аударайық. Мұнда қанша қарлығаш отыр? Кәне, санап көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұнда 6 қарлығаш отыр. Демек, қанша деген сұрау есімдігі қ дыбысынан басталады екен. Сонымен бірге мына құстың аты қарлығаш екен. Қарлығаш сөзі де дауыссыз қ дыбысынан басталады екен. Балалар, дәптерлеріңе мына сөйлемді міндетті түрде жазып алыңдар. Қар, ақ, қант, ақ, қарға, қара, тақта, қара. Келесі бетте де қарамен жазылған қ әрпінен басталатын сөздер тұр. Осы сөздерді міндетті түрде бірнеше рет оқисыздар. Енді мына суреттерге назар аударайық. Анау қай қора? Ол қой қора. Анау қай қора? Ол ат қора. Қарға, қарға, ағашқа қон. Торғай, торғай, қурайға қон. Енді мұнда тағы да суреттер бейнеленген. Осы суреттерге назар аударайық. Мұнда ненің суреті тұр балалар? Бірінші суретте қош, қар, ар, қар, торпақ. Жарайсыңдар балалар.
әліппедегі сөйлемдерді және қарамен жазылған сөздерді міндетті түрде оқисыздар. Сонымен бірге дәптерге жазу керек сөйлемдерді міндетті түрде көшіріп жазып аласыздар. Енді буынға бөліп айтайық. Мында қандай құстың суреті бейнеленген? Қаз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қаз неше буын? Бір буыннан құралған. Жарайсыңдар. Келесі сурет ненің суреті? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қоянның суреті. Қоян неше буыннан құралған? Екі буыннан. Қоян. Жарайсыңдар балалар. Келесі қандай құс мынау? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қарға. Қарға неше буыннан құралған? Қарға екі буыннан құралған екен. Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Келесі құстың аты қандай құс екен бұл? Тоқылдақ. Дұрыс айтасыңдар балалар. Тоқылдақ сөзі неше буыннан құралған екен? Үш буыннан құралған. Жарайсыңдар балалар. Тоқылдақ. Келесі сурет ненің суреті балалар? Қыс. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қыс қанша буыннан құралған? Бір буыннан құралған екен. Жарайсыңдар. Келесі сурет ненің суреті? Қандай гүлдің суреті? Қызғалдақ. Өте жақсы. Қызғалдақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Қызғалдақ неше буын екен? Үш буыннан құралған. Өте жақсы. Балалар, енді қ дыбысынан басталатын буындарды жылдам оқып үйренейік. Менімен бірге қайталаңдар. Қа, қо, қу, қар, қай, қан, ақ, оқ, тақ, лақ. Жарайсыңдар балалар. Үйде осы буындарды тағы бірнеше рет қайталап оқыңдар. Келесі буынға бөліп оқиық. Қой, тарақ, қалақ, тақ, қант, қарт. Өте жақсы балалар. Бұл сөздерді бірнеше рет буынға бөліп оқып дағдыланыңдар. Енді келесі сөздерді буынға бөліп оқиық. Алақай, алақай, қалақай, қалақай, қуат, қуат, қанат, қанат, қарақат, қарақат. Өте жақсы балалар. Бұл сөздерді де буынға бөліп міндетті түрде үйде қайталап оқыңдар. Енді балалар, сөйлемдерді оқиық. Қайрат, қара, тай, қара, аққу, ақ. Жақсы балалар. Балалар, осы көрсетілген сөздердің барлығын үйде бірнеше рет қайталап оқып дағдыланыңдар. Балалар, енді бүгінгі қ дыбысына байланысты тапсырмаға назар аударыңдар. Сауат ашу оқу және жазу кітабындағы қ әрпін оқу, суреттерді бояу, әріптерді бастыру. Осыған дейінгі өткен А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, У, Ш, қысқа И, О, Қ әріптерін оқу, қайталау. Дәптерге қ әрпінің бас және кіші әрпін, қой, тарақ, қалақ, қант, қарт, тақта, қайрат сөздерін жазыңыздар. Көркем жазу дәптеріндегі қ әрпін жазу. Балалар, сау болыңдар. Назарларыңызға рахмет.